Бойынша Саяқтың полный маусымы бар ғой, 6-7 маусым. Ең жағымсызды кім сен үшін қатысушылардың ішінде? Барлық сезондағы ең жағымсыз қатысушы. Біздің 7-ші маусымда Айжан. Айгүл. Нұрдәулет. Нұрай. Нұрсұлтан деген бар еді ғой, Нұрсұлтанбет кім еді? Иә, Көккөз. Айзамет сол қыз. 5-ші сезондағы Айжан. Ерасыл және де Айжан болды ғой 5-ші сезон. Нұрсұлтан и Дарина, иә, Көккөз Нұрсұлтан и Дарина деген қыз бар ғой. Нұрсұлтан дейтін көзі көк бар еді ғой, сол кісі. Қыздардан ше? Қыздардан ана кім бар еді ғой? Дарина. Ең жағымсыз Бүжей. Оразғали. Шолпан. 6-шы маусымын Әділ. Ақмарал. Кім? Ақмарал. Ләззат. Дарина. Айслуший. Нұрсұлтан Көккөз. Джулия. Езгі чатқан ішкен. Ер жігіт дейді. Шерхан и Нұрай. Оразғали. Жасыл аяқ киім. Аблай. Ой, маған ең жағымсызы Нұрдәулет деген қатысушы ғой. Лаура. Абылай. Саяқтың қалайсыз? Үйленетін жобаға келдіңіз, ал қалың малға беретін ақшаңыз дайын ба? қазір ма? Дайын емес. Қашан дайындайсыз? Негізі сіздерде бар ма ол қалың мал? Таба саласың, керек кезде алып жүресің. Сіздердің өңірлеріңізде бар ма? Бар ғой, конечно. Сіздердің өңірлеріңізде бар ма? Бар ғой, конечно, иә. Ана сүті дегенші? Киіт бәрі бар. Бәрі бар. Сіз қай жақтансыз? Қызылорда Арал. Иә, бар ғой. Енді қашан дайындаламыз? деп алдыңыз. Қызылорда қасыңызда ма? Жоқ, просто Шымкент, Қызылорда ол келе жатырмын да. Иә, бізде бар қалың малды жақындаған кезде аман болсын да, банк, Каспий банк аламыз. Кредит па? Сосын әйеліңізбен бірге төлейсіз. Жоға өзім төлеймін. Дайындалыңыз онда. Кім, Индира дайын шығар ма? Дайын ғой кісі. Қайсың Нұрдәулет? Ассалаумағалейкум, жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар. Бүгін бізде сырға салу ғой. Соған бір қатысты сұрақтар. Сіздерде қалың мал бар ма? Қалың мал бар. Сіз қалың малдың ақшасын жинап жүрсіз ба? Енді дайын ғой, всегда. Қашан тік дейді сол кезде сразу. Мысалы, сіз жас қызды іздеп жүрсіз ғой. Ол қыз енді бәрібір де сырға салу қалайды, ұзатуды қалайды, тойды қалайды. Қайттан жасайсыз ба? Жасаймыз ғой. Қалап тұрса да, қаламай тұрса да негізі жасаймын ғой. Екінші той жасайсыз? Иә, әрине. Қалың малға қанша берген абзал деп ойлайсыз? Білмеймін енді, оны үлкендер шешеді шынымен де. Енді біз жақта қалың мал өзің білесің ғой, өзің де біз жақтықсың ғой. 1,5 миллион, 2 миллион, иә? Шатаспасам. Енді әр отбасыға әр түрлі. Әр түрлі. Ал андай ана сүті деген нәрсе бар ма? Негізі бар. Ана сүті бар. Шерхан, қалайсыз? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар. Жақсы. Шерхан, сіздің қалың малыңыз дайын ба, беретін ақшаңыз? Тауып алайықшы бірінші қызды ғой. Негізі мынандай нәрсе бар. Адам бар ғой, бүйтіп дайындалса, ол нәрсе болмай қалуы мүмкін деп, пландап, жоспарлап жасаған нәрсе ше. Аяқ асты қыз табылсын, болашақ жарың, өзің сезінесің. Ары қарай барлығы. Негізі бір-ақ айдың ішінде дайын болады. Негізі екінші рет той жасауға қарсы емессіз ба? Иә, әрине, үлкен қылып әлі дүркіретіп, алдынан жасаған, одан да үлкен қылып жасауға тырысамын. Ал сіздерде ана сүті деген иә, ол бар ма? Барлық салт дәстүрдің жасау бар. Қыз жасауы болсын, қыз жақтан ше. Сіз қай жақтансыз? Негізі Шымкентте туылғам, қазіргі таңда Алматыда тұрамыз. Андай салт дәстүрді қатты ұстанатын өндерден. Қатты демей ақ қойын, бірақ барлық жоралғылар жасалады.